Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін 1 сәуір жаңа ай туады. Ал мен су құйғыш белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынатын боламын. Жаңа ай су құйғыш белгісіндегі адамдарға 3-домға келіп тұр. Жалпы 3-дом адамдармен араласуды, білім алуды, жолға шығуды, көшуді, жаңа таныстықты, құжаттарды білдіреді. Мысал алатын болсақ, сіздер жаңадан құжат бір дайындайтын боласыздар, реттейтін боласыздар. Немесе жаңадан мамандық игеріп шығасыздар. 3-дом әрі техниканы білдіргендіктен, машина немесе үйлеріңізге бір заттар сатып алатын боласыздар. Ал 5 сәуір күні жалпы 2 өте агрессивті планета бірге келіп тұр. Олар Марс және Сатурн планетасы. Марс планетасы адамдарды алдыға жылжытады, ал Сатурн планетасы адамдарды артқа тартады. Сонда екеуі бір-біріне өте қарама-қарсы келеді. Қарама-қарсы келген соң, жалпы енді соқтығысу болады деп айтылады. Соқтығысу, яғни сіздерге жалпы бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан сіздерге бір жарақат алу, немесе үлкен бір ұрыс-керіс жанжал болуы ықтимал. Жалпы бұл өзгерістерді 9 мен 15 ақпан аралығында туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Ал бұл сіздерге 1-домға келіп тұр. Ал 1-дом жалпы адамдардың басынан және басқа адамдармен араласуына жауап береді. Яғни осы кезде басыңызға абай болыңыз. 6 сәуір күні Венера өзінің белгісін өзгертіп 2-домға келіп тұр екен. Жалпы 2-дом да ақшаның секторы, 6-дом да жалпы Венера ақшаның секторы. Сізге бір ақша келеді. Ақшалай сыйақы аласыздар, немесе жалақы алатын боласыздар. Ал 9 мен 12 сәуір аралығында Юпитер мен Нептун 2-домға келіп тұр екен. Жалпы Юпитер кез келген дүниені үлкейтетін планета болғандықтан, енді 2-дом ақшаның планетасы болғандықтан сіздерге ақшаларыңыз үлкен көлемде ақша келеді деген сөз. Жұмысыңыз көбейеді, немесе қосымша жұмыс аласыздар, сөйтіп ақшаларыңыз көп болады, қомақты ақшаға ие боласыздар. Сізге немесе біреулер ақшалай көмек беруі ықтимал, немесе бір кредит, ипотека алуларыңыз мүмкін. Ал 12 сәуір күні Меркурий 4-домға келіп тұр. Бұл жерде бізде Уран планетасы бар. Ал Уран планетасы барлығын аяқ асты өзгертетін планета. Ал Меркурий жаңалықтың, біз ойлап жүрген идеяның, ақпараттың планетасы. Ал біз 4-дом тұратын жерімізді, отбасымызды, жылжымайтын мүлікті, ата-ананы, одан кейін білдіреді. Мүмкін сіздер жолға шығуларыңыз ықтимал. Аяқ астынан үйлеріңізге қонақ келеді. Хат хабар аласыздар. Аяқ астынан жолға шығуларыңыз да мүмкін. Ал 15 сәуір күні Черная луна 6-домға келіп тұр. Бұл сіздерге 6 айға келеді. 6 ай емес, кешіріңіздер, 9 айға келеді. 6-дом жалпы жұмысыңызды, денсаулығыңызды, күнделікті жасап жүрген тірлігіңіздің өзгеретінін білдіреді. Мүмкін осы 9 ай бойы жұмысыңызда бастығыңызбен, әріптестеріңізбен мүмкін кикілжіңге келуіңіз мүмкін. Немесе жұмысыңыз сізге ұнамауы мүмкін, немесе жұмыстан шыққыңыз келеді. Енді осы жұмысқа байланысты
және денсаулыққа байланысты әртүрлі өзгерістер болады. Немесе клиентпен жұмыс жасасаңыздар, клиенттеріңіз сізге ұнамайды, немесе бір кикілжің шығуы мүмкін. Ал 9 ай бойы күнделікті жасап жүрген режиміңіз, күнделікті жасап жүрген тірлігіңіз өзгеретін болады. Ал черная лунада егер дәрігерге барып қараламын десеңіздер, сіздерге жалған диагноз қояды. Осыны ұмытпаңыздар. Жалпы осы кезде денсаулықты тексертпеу керек черная лунада, себебі диагноздарыңыз дұрыс болмайды, дұрыс шықпайды. 6-шы дом әрі проблеманы білдіреді. Өзіңіздің немесе туысқандарыңыздың, балаларыңыздың проблемасын шешумен әуре боласыздар. Жалпы черная луна сіздерде соңғы рет 2013 жылдың маусым айынан 2014 жылдың наурыз айына дейін келген екен. Жалпы енді осы аралықта қандай оқиғалары болды, соны өздеріңіз саралап, ойланып көріңіздер. Осыған ұқсас бір оқиғалар қайталанады. Ал 16 сәуір күні Марс планетасы 2-ші домға келіп тұр. Ақшаға байланысты бір шешімдер қабылдайсыз, ақша келеді. Жалпы дәл осы күні ай толады, полнолуние болады. Ал ол 9-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 9-ші дом шетелге саяхатты, бір халықаралық істерді, немесе басқа ұлттың адамымен, басқа мемлекеттің адамымен танысуды білдіреді. Немесе өзіңіз шетелден саяхаттан ораласыз, немесе командировкадан ораласыз. Паспорт, виза жасататын боласыздар. Оның үстіне 9-ші дом білім алуды, білім беруді, сот ісін білдіреді. 21 сәуір күні солнце күн 4-ші домға келіп тұр. Ал 4-ші дом бізде жылжымайтын мүлікті білдіреді. Мүмкін сіздер жылжымайтын мүлікке байланысты бір жақсы жаңалықтар естисіздер. Ал 29 сәуір күні Плутон 6 ай бойы кері бағытта айналады. Кері бағытта, яғни ретроград болады деген сөз. Жалпы Плутон планетасы да жалпы өзгерістің планетасы болып келеді. Ал бұл сіздерге 12-ші домға келіп тұр екен. Жалпы бір 12-ші дом жұмыстың, бір жобаның аяқталуын білдіреді. Немесе үйіңіздегі ұнамай жүрген заттарды тастайсыздар. Шетелге көшуді білдіреді. Жалпы бұл осыған байланысты жағдайлар қазан айына дейін тоқтап тұрады. Немесе жұмысыңыз, жобаңыз аяқталмайды. Үйіңіздегі ескі заттарды тастағыңыз келмейді. Егер шетелге көшейін десеңіз, бір кедергілер болуы ықтимал. Одан кейін 30 сәуір күні солнечный затмение болады. Ол 4-ші домға келіп тұр екен. Ал 4-ші дом бізде жылжымайтын мүлікке, отбасыға, ата-анаға жауап береді. Ал бұл жерде де Уран планетасы болғандықтан аяқ асты үйіңізді сатып, басқа үй алуыңыз мүмкін. Басқа үйге көшуге мәжбүр боласыздар. Немесе үйлеріңізді арендаға бересіздер. Немесе арендада отырған адамдар аяқ асты көшіп кетуі ықтимал. Жалпы бұл өзгерістерді 31 қаңтар мен 1 ақпан аралығында туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Жалпы 30 сәуірден 16 мамырға дейін коридор затмения деп аталады. Жалпы коридор затмения кезінде ешқандай шешім қабылдамау керек. Ал 16 мамыр күні лунный затмение болады. Ол сіздерге 10-ші домға келіп тұр. Статусыңыз, жұмысыңыз өзгереді. Менің болжамым жалпы ұнап жатса, менің каналыма жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бай-бай, қуатты болыңыздар, бәрі жақсы болады.